Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Олжан. Бүгін сіздермен өте жұмсақ дәмді пахлаваның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің парақшама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Ең алдымен бізге керегі 400 грамм ұн. Ұнымыздың үстінен бөлме температурасындағы 150 грамм сары майымызды салып, бір қолымыздың көмегімен крошки дайындайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай осындай әдемі крошки дайын болды. Крошкеміздің үстінен қамыр қопсытқышымызды салып араластырып жіберетін боламыз. Оның үстінен 20% қаймағымызды салатын боламыз. Қаймағымыздың үстінен қантымызды салып, оның үстінен 3 жұмыртқамызды осылайынан ағусын салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осындай әдемі қамыр дайын болды. Қамырымызды 10-15 минутқа тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Қамырымыз дайын болам дегенше салмасын дайындайтын боламыз. Бізге жұмыртқаның ағуысы және де қант керек. Қант пен жұмыртқаны осылайынан миксердің көмегімен көпіртіп пенка дайындайтын боламыз. Осылайынан мейіз қазатын боламыз. Мейізімізді жуып, осылайынан майдалап турап салатын боламыз. Және де бізге грек жаңғағы керек. Грек жаңғағында осылайынан майдалап алатын боламыз. Барлығын салып, араластырып шығатын боламыз, жақсылап. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, қамырымызды 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Ортаңғы бөлігін кішкене кішіректеу етіп бөліңіздер. Және де біз ең алдымен ортаңғы бөлігін пісіріп дайындап алатын боламыз. Осылайынан оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болған соң, осылайынан табамызға салып, пісіріп алатын боламыз. Сосын қалған қамырларымызды да оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін осылайынан шпилканың көмегімен тесіп шығатын боламыз. Сосын осылайынан жаңағы салмасын 2-ге бөліп, бір бөлігін астыңғы бөлігіне салып, жақсылап орналастырып алатын боламыз. Жаңағы піскен қамырымызды осылайынан ортасына салып, оның үстінен қалған салмасын да осылайынан салып шығатын боламыз. Салмасының барлығын салып болған соң, бетін осылайынан қамырымызды жауып шығатын боламыз. Сосын осылайынан қамырымыздың бетін кесіп дайындап алатын боламыз. Бетіне осылай жұмыртқаның сарысын осылайынан жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне жеткізіп. Жұмыртқамызды жағып болған соң, осылайынан жаңғақтарымызды орналастырып шығатын боламыз. Сосын
пахлавамыздың бетіне сироп дайындайтын боламыз. Бізге керегі әсел және де сары май керек. Осылайынан орташа оттың үстіне қойып сироп дайындап алатын боламыз. Дайындалған сиробымызды пахлавамыз пісемін дегенше бетіне осылайынан құйып жағып алатын боламыз. Жағып болғаннан соң қайтадан пешімізге салып соңына дейін пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай пахлавамыз пісіп шықты. Бұл пахлаваның рецептісі ең оңай рецептің бірі. Сіздер де жасап көрлеріңізді сұраймын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіздер.